Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге үй жағдайында жасалынатын пайдалы шоколадтың рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны өткізбей соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп, жанындағы қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Бұл шоколад үй жағдайында өте қарапайым заттардан жасалынады. Жақындарыңызға жасап беріп, қуантыңыз. Ең алдымен осы силиконовый формаларымызды спиртпен сүртіп аламыз. Сонда шоколадымыз жалтырап, әдемі болып шығады. Бұл заттар кондитерский дүкенде сатылады. Мына формалар және термометр. Термометрімізді сүртіп аламыз. Алдын ала суымызды қайнатып өшіріп аламыз астын. Осылай сүрт болған соң қосатын заттарын айтатын боламын. Және описаниясына да жазып кететін боламын. Какао тертый мен какао масло деп аталынады. Бұл заттар эко дүкендерде сатылады. Одан кейін сироп топинамбура деп аталынатын сироп қосылады. Сироп топинамбура болмаса, бал қоссаңыздар болады. Суымызды өшіріп, ыдысымызды сол ыдыстың үстіне қоятын боламыз. Су қайнаған ыдыстың үстіне. Одан кейін какао масломызды салып, бірінші оны силиконовый лопаткамен араластырып тұрамыз. Какао тертыйды ірілері болса, оны пышақпен майдалап алып қосатын боламыз. Сонда тез еріп, тез дайын болу үшін. Осылай бәрін ертіп, майдалап алдық. Енді ыдысымызға салып, какао масланың үстіне салып, араластырып тұрамыз. Тез ериді, 5 минуттың ішінде, или 7 минуттың ішінде ериді. Еріген соң термометрімізді қойып, градусын белгілі градусқа дейін, 42-44 градусқа дейін көтеретін боламыз. Осылай жақсылап араластырамыз. Енді осылайынан айналдырып тұрамыз силиконовый лопаткамен. Сонымен қатар менің каналыма өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Видеоның астына комментария жазып, видеоны ұнаса лайк басып, осылай 44 градусқа көтерген кейін алатын боламыз. Астын сүртіп аламыз майлықпен құрғатып. Одан кейін сироп топинамбураны болмаса мьетті құйып араластырамыз. Одан кейін термометрімізді қойып, темперировать етеміз. Осылайынан араластырып тұрамыз. Кем дегенде 10-15 минуттың ішінде түседі. Егерде тез дайын болсын десеңіздер, даска бар ғой, ет турайтын, соны морозилникке салып алып, соны осы ненің астына қойып, ыдысымыздың астына қойып, араластырып тұрсаңыздар, тез дайын болады. Мен ыдысымды қоймаптын, сол үшін тез араластырып, 15 минуттың ішінде дайындадым. Осылай біраз айналдырып тұрамыз, сосын жаңағы формамызға құямыз. Сонымен қатар менің каналымда басқа да рецепттер бар. Видео ұнаса лайк басыңыздар, комментария жазып кетіңіздер. Осылайынан араластырып тұрдық. Жайлап түсіп келе жатыр. Мына 28 градус болды. Енді формамызға құятын боламыз. Жан-жағын жинап,
осы жасалған шоколадымыз 3 формаға жетеді. Қанша кететінін мен описанияға қалдырып жазып кетемін. Осылай бәрін құйып алып, бөлме температурасында 15 минутқа қалдырып қоямыз. Одан кейін 15 минуттан соң 1 сағатқа тоңазытқышқа толық қату үшін қойып қоямыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Үй жағдайында жасап көріңіз. Ешқандай химикаты жоқ, қанты жоқ. Балаларға өте пайдалы. Дәмі қатты ашты болмайды. Дәмі өте керемет болып шығады. Денсаулыққа өте пайдалы. Міне біздің шоколадымыз дайын. Формасын жақсы ұстап тұрады. Дүкендегі шоколадтардан еш айырмашылығы жоқ. Құрамында наоборот қанты жоқ, денсаулығымызға пайдалы. Барлығы 1 сағаттың ішінде дайын болады. Жалтырап әдемі. Видеоның соңына дейін қарап шыққандарыңызға рахмет. Менің каналыма тіркеліп, жандағы қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Видео ұнаса, лайк басып қойыңыз. Баршаңызға рахмет.